сұйық заттарды неге екіге бөліп алған дейді центрофуга. Полиметр. Оның кюветалары бар. Көптеген мындай кювета. Мынау 1 дециметр, 2 дециметр тағы да кюветалар бар. Стираемыз. Таблетканы алып, осы неге барабанға салып, әр таблетканың өзінің бір уақытысы бар. Сол уақытта ол жаңағы жүріп өтеді. Таблеткалардың ыдырауы. Мысалы, әр таблетканың өзі нормативтік документіне байланысты. Олардың өзі 3 таблетка, 6 таблеткаға мынандай кюветаларға салып анықтаймыз. Оның ішінде суы бар. Әр документ бойынша определенный неге қойылады суға, температураға қойылады. Таблеткалардың ергіштігі. 6 таблеткаға жасалмады. Мынандай беріншілері программа қойған кезде қосаңыз, мыналар айналып тұрады өздері. Программа бойынша, мысалы, 45 минутқа қоямыз, 60 минутқа, оборот 100, 90, 45 оборот. Бұл әбден ерігеннен кейін, бұны жаңағы спектрофотометрде қанша ыдырағанын байқаймыз. Бірақ бұның ішінде өзінің ергіштік сұйықтығы болады. Дәрілерге арналғанша, сол бойынша анықтайды. ПH-метр судың қышқылдығын, негіздігін анықтайды. Мынандай кюветаларға қойып, сұйықтықты анықтаймыз. Қосамыз, қосымның кейін өзінің несін егеді. Сіздер жаңа көріп тұрғандай, біздің 5-ші курс студенттері дәл стандарттау және сертификаттау өндірістік тәжірибелік практикасын осы жерде келіп өтеді және өз білімдерін, ұштаған білім, алған білімдерін осы жерге келіп тәжірибе жасап, сол білімді қолданады.